топ? Belki girme. Жақсы. Тез отыра аламыз. Бізде бүгін әдебиет сабағы, иә балалар. Дайынбыз ба сабаққа? Жақсы. Барлығымыз орнымыздан тұрып клубқа бөлініп алайық, қанекей. Назықтан бастаймыз, таңаттар. Мен бір болам, таңат 2 болады. Жалғастырамыз 1, 2, 3. 1, 3, 1. Жақсы, бірлер мына топқа, екілер мына топқа, үштер ана топқа отыра қалыңыздар. Қай кездесем уақыт кетірмейік, балалар. Мынаны үшке қойсын. Жақсы, кездесеміз. Ya, балалар, үй тапсырмасы барлығымыз орындадық па? Жақсы, сабағымызды бастамай тұрып, біз не туралы өтіп жатырмыз, соны айтып жөніңдер. Біз көшпелі алтын қандай шығарма? Фантастикалық. Сондықтан бірінші топ, екінші топқа, екінші топ, үшінші топқа, үшінші топ, бірінші топқа фантастикалық тілек айтып жүрейікші, қанекей. Бір-бірімізге жылдам. Ya, bir söz olsun. Қанекей. Aha, бастайындар. Кім? Бірінші топ бастайындар. Бүкіл топқа Ya, үшінші топқа келіп. үшінші топқа күштерін супермен сияқты. Күштерің кімдікіндей? Супермен сияқты болсын. Үшінші топ, бірінші топқа қанекей. Тез. Фантастика қиялдарын тереңдетіп, осы фантастикалық армандарым, өмірде орындалмаған армандарым орындалмайды. Аха, өте жақсы. Жарайсыңдар. Аха, бірінші топ. Екінші топқа тілейміз, содан жатамыз. Екінші топ біз сендерге көл тауысардай шөлдерін қамбайтындығын, талсаулардай мықты болуларыңды және жел аяқты тез болуларыңды тілейміз. Жақсы, ең осы тілек болды ма? Ал енді маған үй жұмысын оқиды. Әр топтан 2 студенттен үй жұмысын оқып берсінші, қайын оқуға аялым. Аха, тыңдаймыз. Қаштай болашақта физик ғалым болғысы келеді, бұл тест. Бірінші дәлел. Сәмен көшпелі алтын не екіншілігіне көз жеткізу үшін сапарға аттанбақ екенін айтқанда, Қажытай ойбай мені де ала кет деп айтқан болады. Екіншісі, Әйтиев Сәмен мен Қажытайға көшпелі алтын сиқыр емес, найзағайдың біртүрлі екендігін ғылыми түрде түсіндірген кезде 2 жас балалар не туралы айтылып жатқан түсінген болады. Бұл Қажытайдың физикалық қызығатындығын ынтасын көрсетті. Үшінші дәлел, Сәмен 1908 жылы тұңғыш тайғасында болған жағдайда атом бомбасының жарылысы деп өз ойымен бөліскенде, жоқ көшпелі найзағайдың қатысушы ол жай ғана газ деп Қажытай айта отырып өзінің білімін көрсетті. Өзінің білімін көрсетті. Өте жақсы жазылған дәлелдер. Келесі марш. Бір кейіпкердің ғана оқиды. Мен де Сәменнің осы Қажытай туралы айтқым келеді. Қажытай ол қызық құмар, батыл және адал дос. Қажытайдың батылдығын оның шайтан тауға барғанымен дәлелдеуге болады. Ал қызық құмарлығын Сәменнің көрген көшпелі алтын туралы айтқан әңгімесінен қызығуынан байқаймыз. Ал енді ол не үшін адал дос? Себебі ол шайтан тау сияқты қорқынышты әңгімелерге толы тауға Сәменді жалғыз жібермей бірге барды. Яғни ол Сәменнің идеясын үнемі қолдап жүреді. Өте жақсы. Жарайсың демек. Мен бағалы оқыралықтарын таратып жатырмын. Мына топтан Бақбек алып келесі екінші топтан Таңат оқиды. Сосын Хайрутдин оқиды.
тезисте яғни сәмен өте білімді деп алдым. Иә, өте білімді. Біріншісі ол физика ғылымдағы зарядтардың зерделеумен тартылуы туралы толық. Онда көптеген энергия алуға болады, иә? Жақсы, жарайсың, отыра ғой. Келесі, Анель оқи ғой. Келесі, Борис Михайлович Бежев. иә. Ол орта бойлы, арықтау кісі, физика, математика салаларының докторы, және ол қонақжай кісі болады. Бұған дәлел, ол активпен ғылыми талас үстінде отырса да, қонақтар күлімсіреп қарсы алады, және оларға ғылыми деректер береді, ақпараттар береді. Иә, ғылыми деректер береді. Өте жақсы. Жақсы оқи ғой. Ал қалған оқушылар маған сабақтың соңында нәтижелеріңізді беріңіздер. Сосын қарап шығамыз ма? Қажытай кейіпкер достыққа адал, қызыққұмар бала, Қажытай көшпелі алтынға қызығып, досы Сәменмен бірге сапарға шайтандауға шығады. Досымен бірге барған шайтандауға сапар бөлімінде шайтандаудың көптеген ғажайыптарына куә болып, таңырқап қалады. Досы Сәменге берген уәдесінде тұрып, осы көшпелі алтыннан шайтандаудың көптеген қызықтарына куә болады. Жарайсыңдар балалар. Үй жұмысын тыңдаған оқушылардың барлығында дұрыс. Сіздер үй тапсырмасын дұрыс түсініпсіздер. Келесі жалғастырамыз. Жалпы балалар жаңа асығыс бастап кеттік қой. Бүгінгі сабағымыз мен 3 топқа бекер бөліп отырған жоқпын. Бүгін бізде сайыс сабақ болады. Ең соңында сіздерге 3 ойынды мақтау қағаздары қайталатын болады. Сондықтан да барынша тырысып сабаққа белсенді қатысқан шығысыма. Содан кейін әр дұрыс орындалған жұмыстар үшін мен үздік оқушы деген таратамын. Бұл әрине топқа таратылады. Қай топта ең көп жиналады, қай топтың балы жоғары болады, барлығы көріп тұрады жасыма. Келесі жалғастырамыз. Қараңыздар, бізде бүгінгі тақырып үңгірдегі сыр, жаңа тақырыбымыз. Көшпелі алтынды біраз уақыт бойы өтіп келе жатырмыз. Барлық бөлімді оқып шықтық. Бізде бүгінгі тақырыбымыз соңғы үңгірдегі сыр. Сіздерге үйден оқып келу керек болатын. Оқыдық қой. Шығармамен таныспыз ба? Таныспыз. Келесі, осы ұяшықтардан әр топ өзіне екі ұяшықтар таңдап алады да, жаңа тақырыптың мәнін ашады. Қане, бірінші топ. Біздің топ үшінші ұяшықты ашады. Үшінші ұяшықты ашады. Қане, жауап? Негіз бар, себебі осы үңгіртас бөлімінде ең соңғы жолдарында физика ғалым айтқан болатын. Ол ер бала осы жерде көшпелі алтынды көріп қалып, алтынды тауып алғаны мүмкін деп. Өте жақсы, жарайсың. Отыра ғой. Негіз бар екен аңызға, келесі ұяшықты таңдаңыз. Жоқ, келесін екінші топ таңдасыз. Сіздерге бесінші ұяшықты ашамыз. Орныңыздан тұрып жауап беруге. Яғни бұл дегеніміз олардың жаңағы сәменнің 2 күн жолға дайындалып мақсат еткен жері, яғни базасы үңгірдегі менің ойымша ол жаңағы шайтандауда бұл себебі ол жаңағы ғылымдар докторы, яғни сериалы айтишпен бірге сол физикалық талқылаған жоқ. Шайтандау туралы айтылады. Негізі шайтандау туралы. Жақсы, отыра ғой. Жауаптарыңыз қабылданады. Үшінші топ, бір ұяшық таңдаймыз. Бірінші ұяшық таңдаймыз. Зерттеушілердің ғылыми жұмыстарының пайдасы неде? Жолдан жазамыз. Осы таудағы зерттеушілер осы шаровая молния дейді ғой, көшпелі алтынның сырын ашуда лабораторияда зерттейді. Және осы сырын ашқан кезде ол найзағайдың әсерінен, яғни полюстардың әсерінен пайда болды деген осы көшпелі алтын, шаровая молния алтынның үстінде көбінесе болады дейді. Сондықтан осы шайтандауда пайдалы қазбалардың бар екенін осы табады. Келесі бір тұжырым. Ол молния аппаратын ойлап табады. Оның көмегімен ол жаңағы зарядталған бұлттарды басқаруға қабілеттілігі туады. Өте жақсы, жарайсың. Осы жауап қабылданады. Келесі бірінші топ қайтадан бір төрт таңдаймыз. Үңгірдегі адамдар.
Жоқ. Мүгедек адамдар ол елге аты шыққан ғалымдар, яғни білімі толы адамдар. Иә. Оны бір ауыз сөзбен не деп айтамыз? Зерттеушілер. Жақсы жарайсыздар. Келесі сіздер алтыншы ашықтан береміз. Айтамыз. Бұл жерде Антиев профессордың пікірі бойынша алып жатқан адамдарға беретін мол пайдасы ол осындай ел арасында тұрған аңыз әңгімелердің олардың ғылыми түрде негізін түсіндіріп және олардың жай қиял ғажайып болып қалмай оларға адамзатқа пайдасы тию үшін бір пайдалы теория ұсынып Сосын тағы бір мақсат болды оларда. Жаңа айтып сол өтті. жаңағы Қойдады. көшпелі алтынды пайдалануы Иә, көшпелі алтынды пайдалану энергияға. Жақсы. Үшін рахмет. Үшінші топ. Иә. Бейбарыс. Иә, балалардың физикалық білімдері көшпелі алтынның сырын ұғынуға әсерін берді ме? Әсерін берді, себебі Иә. Физика пәні бойынша да көмектеседі ғой, өйткені сен көшпелі алтыннан заряд алады ғой, соған әсер етеді. олардың қандай зат пайда болатынын білу үшін соған барған және ол барған кезде өңірдегі ғалымдардың айтуы бойынша физикалық білімдеріне яғни физикалық күштердің әсер етуі болды. Соның арқасында олар физикалық білімдерін Жақсы. Жауап қабылданады. Келесі жалғастырамыз. Бұл жолы үш топтада үш сұраққа жауап берді. Кешіріңіздер, екі сұрақтан жауап бердіңіздер. Келесі бізде, қараңыздар, сіздерге беріледі осы сөздер. Бұл сөздермен біз келесі тапсырма. Әр топқа 7 сөзден кім жылдам табады? Фантастика. Өздеріңізге жазыңыздар. Тез. Кім бірінші аяқтайды? 7 сөз шығу керек. 7 сөздің біреуі, яғни екеуі бірігеді де келесі тапсырмаға сізме болады. Иә. Иә, 7 сөз шығады. Тау композиция ақылды найзағай алтын тас фантастика. Жөндеңіз ба? Жетеу ғой. Сізде екі сөз дұрыс емес, тас емес, сосын композиция емес. Кім толтырады? Одан кейін екінші оқиыншы сөздеріңізді. Бізде фантастика, композиция, алтын ақылды, композициялық, Келді, композициялық, ақылды, фантастика. фантастика. Бізде қай жерде тұр? Создау, иә? Оның астында алтын. Найзағай. Өте керемет балалар. Енді біздің келесі тапсырмамыз қандай екен? Дұрыс жауап үшін сізге. Келесі тапсырма бізде композициялық қалып. Иә, әр топқа беремін. Кеттік. Бірдей уақытта бастаймыз. Бастаймыз. Шығарманы толық оқыдық қой балалар, иә? Бүгін соңғы өңірдегі сырды өтіп жатырмыз. Сондықтан композициялық талдау сіздерге жасау оңай. Енді әр топтан бір оқушыдан келіп қорғап жүрсінші, өздеріңіз ақылдасыңыздар, кім қорғайды? Иә? Жақсы, екеуіңіз шығыңыздар. Сіздерден екі адам шықсын. Бақтерді мен. Сен шығалың. Қандай?
бірінші оқимыз. Бізде бірінші топ оқиғаның басталуы. Бірінші топ оқиғаның басталуы. Анасының үйінен қайтарда көшпелі алтынды көруі. Көшпелі алтынды көруі. Оқиғаның басталуы сіздерде? Әңгімедегі оқиға желісінің сәменнің тау бөктерінен көшпелі алтын атты ғажайыпты жолықтыруы. Жолықтыруы жақсы. Сәменнің атпен келе жатқанда көшпелі алтынға көзі түсуі. Жақсы. Бірінші жауап қабылдана ма? Сонда оқиғаның басталуына нені қоямыз? Көшпелі жақсы. Көшпелі алтынды жолықтыруы. Келесі. ауыл тұрғындарына пікірі сонымен қатар көшпелі алтынды іздеуге сапарға Жоспар. Оқиғаның байланысы иә? Сіздерде? Шайтан тауға баруға жоспарымен дайындалған. Өте жақсы. Келесі сіздерде? Ел ішіндегі сәменнің көрген оқиғасына бойынша аңыз әңгіменің тарауы. Аңыз әңгіменің тарауы. Яғни нені жатқызамыз негізі оқиғаның байланысуына? Жоспар жатқызамыз иә? Өйткені олар жоспарлайды ғой. Жақсы. Келесі оқиғаның барлығы бастаймыз. Қашықта екеуі үңгірге бару. Тап болу. Үңгірге тап болу дейді балалар. Тыңдап отырамыз. Келесі сіздерде? Сәмен мен Қажытайдың тауда көрген бірнеше ғажайыптар. Бірнеше ғажайыптары. Ол не ғажайып екен? Көшпелі алтындар, иә? Әзірше біз осы айтамыз, көшпелі алтындар. Келесі сіздерде? Екі күн бойы сапарға дайындалған жерге баруы және досы екеуінің бірнеше осы күнде бірге өткізу. Жақсы. Бұл жолы тек дұрыс жауап үшінші топта. Жалғастырамыз. Сонда дұрыс жауап не болды? Сәмен мен Қажытайды жоқ, үңгірде көрген көшпелі алтындары. Оқиға осы жерде дамып тұр, иә? Олар өйткені сұрақ пайда болды ғой көкейлерінде. Дұрыс па балалар? Жақсы жалғастырамыз. Оқиғаның шарттың шегінен жатқызамыз. Галузамен кездесіп, әдейекпен бірге лабораторияға бару, Таудағы лаборатория. Келесі сіздерде? Сізде Галузонмен лабораторияда кездесу. Жақсы, келесі сіздерде? Жақсы. Жақсы. Бұл жолы сіздерде? Қандай балалар? Дұрыс, иә? Таудағы лаборатория туралы айтылу керек, иә? Оқиғаның шарттар шегі. Ал шиеленісін ненен жатқызамыз? Қай жерде шығарма шиеленіседі? Көшпелі алтынды физикалық тұрғыда түсіндірмейді. Иә, ғылыми түсініктеме деп алдыңыздар, иә? Келесі сіздер? Көшпелі алтынның оқиғасының жоққа шығармауы, яғни ғылыми түрде түсінік беруі. Ғылыми түрде түсінік беруі. Сериал балалардың арасында диалог. Балалардың арасындағы диалог. Өте жақсы. Келесі? Қараңыздар, оқиғаның шиеленісі сіздерде дұрыс болды, үшеуіңізде. Бұл жерде не болды бізде сонда? Көшпелі алтынға ғылыми түсініктеме беру, иә? Бұл жерде әңгіме, иә? Жақсы, жалғастырамыз. Оқиғаның шешіміне аңызды жоққа шығару. Аңызды жоққа шығару. Иә, сіздерде? Алтыннан да қымбат деген алтын қайтады. Алтыннан да? Бұл сонымен қайту, иә, сіздерде де? Сіздерде? Профессор Айтиевтің осы көшпелі алтынды адамзатқа пайда істейтін кәдеге жарату теориясын ұсыну. Қайтуы теориясын ұсынуы, иә? Өте жақсы. Мен үшінші топқа үшеу беремін. Екінші топқа екеу, бірінші топқа біреу беремін. Кешіңіздер. Бірінші топқа 2 балл беріледі. Жақсы, жарайсыздар, отырыңыздар. Ғылымның арашығы, айырмашылығы, ұқсастықтары бұларды мүлдем салыстыруға келеді ме? Сіздерге берілетін уақыт 4 минут. Уақыт кетті балалар. Бізде тапсырма не болды? Ғылым мен фантастиканың арашығын ажырату. Жалпы біздің осы көшпелі алтын шығармасы дәл солай, иә? Бізге нені көрсетеді? Аңыздың да бір титтейдей шындықтылығын көрсетеді, иә? Фантастика не екенін барлығын өтіп кеттік, иә? Біз барлығын айттық, аңызды айттық. Енді осы фантастика мен аңыздың, фантастика мен ғылымның арашығын ажыратып көрсетіңіздер. Иә? Аяқтадық па? Иә. Дайынбыз ғой? Жақсы. Онда бірінші топ шығып қорғасын. Жылдам. Топпен шығыңыздар.
ақиқатты айтылады. Адамның қолы жететін мақсаты білім ғылымды негіздейді. Біз бұны ғылым мен қиялдың айырмашылығын жасастан Вен диаграммасы қолдана отырмыз да. Сонда бізде ғылым бұл деген қол жетімді нәрселер, яғни біз оны шын өмірде сол құбылысты іске асыра аламыз. Көреміз, иә? Ал қиялды біз іске асыру Өз ойымызда. мүмкін емес болып ойлаймын. Болашақта мүмкін болуы мүмкін. Сондықтан да бұл іске Жақсы, келесі. Қиялдың болсақ, екеуі де адамның пайдасы үшін жасалады. Мысалы ретінде біз қиял бір нәрсені ойласақ, мысалы аспанға шыққымыз келсе, басында ежелде адамдар зымыранды пайдаланып жоғарыға шыққысы келді, бірақ ол ұшып кеткен соң қане жерге оралмады. Бірақ осы қиялды жүзеге асырғысы келгендіктен бізде ғылым өте пайда бола бастады. Өте керемет тұжырым, иә? Қараңыздаршы, адамның арманын, қиялын, фантазиясын орындау үшін не көмектеседі бізге? Ғылым көмектеседі. Жақсы, келесі. Оңай мысал ретінде біз ұшақтың пайда болуын айтамыз. Яғни адам ұшқысы келді, сондықтан ғылым дами келе біз ұшақтарды ойлап шығардық. Онымен қоса біз телефон құралдарын да айта аламыз. Себебі адамдар белгілі бір ара қашықтықта болғандықтан олар бір-бірімен тез байланыса алмады. Сондықтан олар телефонда ойлап шығарды. Жақсы. Сіздердің айтарларыңыз бар ма? Ойланып қарасақ, қазіргі фантастикалық фильмдердің бәрі адамның қиялынан шыққан. Иә, қиялынан шыққан. Бірақ уақыт өте келе оның барлығы бізге мүмкін сияқты көрінеді ма? Иә, жақсы. Жарайсыздар, отырыңыздар. Өте жақсы тұжырымдар айтылды. Келесі екінші топ шығамыз. Тез сұрақ балалар. Иә? Ең алдымен қиялына аттарын өтсек, Тыңдаймыз бірінші топ. қиял дегеніміз ол яғни фантастика, ол адам ойынан туады, яғни және ғажайыппен адамның арманының ұштасуы, қолдан келмейтін іс-әрекеттер және ғылыми дәлелі жоқ, ғылыми негізсіз болса алатын. Негізсіз болады. Өте жақсы сөздер. Яғни біз екеуінің айырмашылығы осы классика бойынша алдық. Және бұл жерде ғылымда айтатын болса, яғни олар нақты факттар және теориялар, ғылыми дәлелдер және зерттеулерді талап етеді. Бұл жерде ғылым мысалға дәлелденген нәрселерді біз ешқандай жоққа шығара алмаймыз. Яғни бұл дәлел болғандықтан ол біз оны жоққа шығарып немесе ол бойынша тағы да бір жаңалық ашуға, яғни адамның мысалға ойы да жетпейді деп ойлаймын. Себебі ол мысалға дәлелденбеген нәрсе болса, қиял болса, ол әр адам әртүрлі айта береді. Яғни өзінің ойын айтып, сонымен қоса оны түрліше бұрмалайды. Яғни басты айырмашылық осы да, яғни қиялда әр адам өзінің ойын еркін көтере алады. Қиялда шек жоқ дейді ғой. Ал ғылымда ол нақты дәлелденген теориялар, иә? Жақсы. Жалғастырамыз. және де адамның ойындағы қиял ол ғылыммен бірге ұштасып жаңа бір нәрселер пайда болуы мүмкін. Мысалы алатын болса, қазіргі автомат кіргізу машиналар бұрында бір ғалым өзінің жарына сыйлық ретінде осы автомат кір машиналарды ойлап тапқан және соның арқасында бізге қазіргі таңда осындай жаңа құрал осындай пайда болды. Иә, демек сіз айтқыңыз келіп тұр, иә? Кір машиналар шықпай тұрып, бұрын адамдар армандаған оны, иә? Қиялдаған, иә? Бізге біреу жуып бере салса ғой осыны. Сосын біреу айтқан кептіріп бере салса деп, иә? Одан кейін кептіретін де аппарат шыққан, иә? Жақсы. Ұшқысы келіп ұшты. Тағы? Армандайсың ғой қиялда, содан кейін ол қиялда ұшпасқан ол рас, себебі қиялдаған кезде арманың Иә, жақсы. Жарайсыңдар балалар, отыра қойыңдар. Келесі үшінші топ, жылдамдатамыз. Тез. Иә. Біз фантастика мен ғылымды салыстыратын болсақ, ғылым бұл нақты түсінік берілген ақпараттар.
және ғылым саласының дәлелдеген факторлар. Ғылым ол жан-жақты зерттеп тұжырымдама беру. Фантастика жатсатын болсақ, ол адамның қиялынан туындаған оқиғалар осы 20-шы ғасырда қалыптасқан жанр түрі десек болады. Фантастика деген ол адамның қолынан өз қолынан келмейтін нәрселерді қиялға жайып жеткізу. Осы ғылым мен фантастиканы байланыстыруға болады, себебі осы адамдардың қолынан жетпейтін адамның қиялдаған заттары осы ғылыми тәжірибелер арқылы оны ойлап шығару деген сияқты. Ғылыми техникалық революцияның дамуына байланысты көптеген орындалмаған адамның қиялындағы заттар қазіргі уақытта орындалып жатыр. Мысалы ретінде келтірсем, ағартушы ұстаз Ыбырай Алтынсариннің өнер білім бар жұрттар шығармасында сол уақытта орындалмайтын, сондай қол жеткізе алмайтын жайттар болды, бірақ ол қазіргі уақытта үйреншікті жай. Және осы 19-шы ғасырда орыс ғалым Владимир Адаевский интернеттің пайда болуын болжап жазды. 1837 жылы 338 жыл сол интернеттің пайда болуын болжап жазған болады, және осы 21-ші ғасыр интернет пайда болды. Жақсы, жарайсыздар, отырыңыздар. Жақсы, келесі тапсырмаға әр топтан бір оқушыдан шыға қойса, тездетіп. Тез бір адамнан шыға қойыңыздар. Димаш, Мақберді. Алыңыздар, қолдарыңызға. Қазір қараңыздар, сіздердің топтарыңыздың абыройын осы оқушы қорғайтын болады. Мен оқимын тұжырымдарды, қарап отырамыз. Кімде қате кетеді, кімде дұрыс болады, кім бірінші дұрыс тұжырымдаманы көтереді, иә? Қолдарыңызды қарап алыңыздар, қайсы жағында, қайсы тұр, иә? Қотаспаймыз. Кеттік. Полпек Супамбектің Ильяш Жансүгіровпен туыстық байланысы бар. Мадина екінші топқа бір ұпай. Келесі, шығарма көшпелі алтын деп аталған себебі автор бұл туындысында күннің сәулесі туралы сөз қозғайды. Иә, Димаш. Кеттік. Екі досы жоқта достап алған Галуза еді. Мадина, иә? Мадинада ұшауып болды. Негізі Галуза. Мақберді шатылыспаймыз. Балаларға көшпелі алтынның сырын айтып түсіндірді. Менің ойымша Димаш жеткен, Димаш бай көрген, ал Мадина алдыға қарай сөзінде. Жақсы. Кеттік. Сәмен мен Қажытай Шайтантау сапарына 2 күн дайындалды. Мадина түсіп, екеуі қатар тұрсын. Кеттік. Сәмен көрген көшпелі алтын ғылыми тұрғыда шарбай молния деп аталады. Бақберді. Полпек Супамбек спорт түрлеріне арнап кітаптар жазған. Жақсы, солай есептейік. Келесі, Сәмен жасынан зерек сезімтал бала болды. Жақсы, Сәмен сезімтал бала болған, сирек бала болған. Димаш достарға алтынның құпиясын Галуза түсіндірді. Димаш, жарайсыздар. Жақсы, отыра қалыңдар. Келесі бізде тапсырма. Сіздерде Димаш болды, иә? Мадина үшін, Бақберді үшін. Жақсы, келесі жалғастырамыз. Қараңыздар балалар, бізде топтық жұмыс, тағы да 2 жақты күнделік. Бұл жақта тез-тез қимылдау керек болады. Қараңыздар, 3 сұрақ ол топпен жасаймыз. Сосын, осы 3 сұрақты топтарға жалғастырамыз. Сұрақтарыңыз жүйелі болсын балалар, қане? Иә, сұрақты 3 сұрақ. Көшпелі алтын алайын. Иә, тез. Бір минут уақыт беріледі балалар, әрқайсысы бір сұрақтан жасасаңдар. Тез, андай болды. Тез, андай болды бер. Болды. Жақсы.
Сіздерге. Тез сұрақтар қолдасамыздар, жауап береміз топтан. Әдемі қатысамыз. Бірінші сұрақ қандай болды? Шаруа молния болашақта қалай қолдануға болады деп сұрап. Біз болашақта шаруа молния арқылы пайдалы қазбалар таба аламыз. Себебі біз білетін шаруа молния ол пайдалы қазбалар мен энергиялар бірге қосылып, яғни найзағай сол жерге апарады деп есептейміз. Жақсы, келесі сұрақ. Екінші сұрақ қарсылайға кәменнің бойындағы қандай қасиет ойнау? Жақсы, сұрақтан тыңдап отырсыздар ма, дұрыс па? яғни бұл жерде сәменнің досы болғандықтан оның барлық қасиеттерін алып жүреді, керектігі. Үшіншісі ол табиғаттың қасиетіне байланысты аңыз айтты. Жақсы, үшінші сұрақтан тыңдады, жауап беріңіз. Кішкентай кезінен бастап өте ақылды, зерек, сезімтал болып өскен болатын. Оның зеректілігіне осы медициналық білімдері әсер етті деп ойлаймын. Жақсы, келесі сұрақ. Физика білімінен хабары бар екенін. Иә, физика білімінен хабары бар. Келесі. Көшпелі алдында ұқсас қандай шығармалар білесіңдер, яғни Осылау Сұлсанбековтың шығарған ұлықпаш әкем сондай. Сіз Сайгүл Кемелбаеваның шашты әңгімесі. Жақсы. Сіздер бір сұрақ қойыңыз. Оқушылар біздің сабағымыз аяқталды. Әсібаптан алған әсерлері қандай? Қиындық тудырған сұрақтар болды ма? Ұнаған жерлерін жақсы. Жылдам жазып. Кім оқығысы келеді маған оқып берсін. Сосын балалар үй тапсырмасы ретінде сіздерге қараңыздар, үй тапсырмасына шығарма құндылығын талдап, жаңа шұғылына баға береміз. Жақсы ма? Кім оқиды? Мақсатым әдеби шығарманың композициялық ерекшеліктерін талдау болатын. Мен мақсатым жеттім деп ойлаймын. Себебі оқушылар композициялық талдау жасап, шығарманы толық оқыған, ол композициялық талдауда көрінді деп ойлаймын. Әрі қарай сіздердің пікірлеріңізді жалпы менің Каусардың бірінші ең жақсы жақтарын аталып кеткім келіп тұр. Өйткені Каусар жаңа сабақты ұйымдастыра білді. Ең бірінші дауысы, сөйлеу мәнері, мұғалімге сай сыныпты ұйымдастыра алуы, әрбір жаңа балалар жыбырлаған кезде ескерту жасап, өзіне қарап, назар аударып отырған жақтары міне өте осы жақтары жақсы. Және тапқырлығы сабақты өте қызықты, тартымды өткіздім. Сонымен қатар енді бір жерде балалар кішкене тәртіп, топтың ережесі дегенді ескертіп қалу, кішкене бір-бірін тыңдамай неған жерлер бар, бір-бірін. Біреу мысалы не қылса, бір топ айтса, екінші топқа сіздер де қазір көмексіз, қосып айтасыздар деген сен айтып жүрсең, негізі сабақтың мақсатына сай құрылған, сабақтың мақсатына жетті. Тапсырмалардың бәрі тура сабақтың мақсатынан шығатындай қылып жасаған, және өте тартымды болды балаларға. Балалардың өздері қызығып, бәрі қалай қатысып отыр. Қатыспай қалған бір қыз болды, міне ол қыздың да өзінің жанына барып, қолдау көрсетіп, жаңағы қатыстырып отыр сабаққа. Сосын тапсырма беріп отыр. Жақсы сабақ, жарайсың. Маған ұнады сабақ. Сосын жаңағы топ ережесін ескертіп, кішкене балаларды жаңағы бірін-бірін тыңдату керек. Мысалы, бірінші топ сөйлеп жатқан кезде екінші топ тыңдап отырып, өзінің жаңағы несін айтып берсе, бағалау мысалы. Мен ондай қосатын ұсынысым, жаңағы жақсы жақтар деген сондайды айтып берсе, болғаны. Жалпы маған Каусардың сабағы өте ұнады. Себебі үлкен сыныптар негізі онша сөйлей бермейді сабақ үстінде. Бірақ барлық сабаққа қатысып, бір сабақ бір 45 минуттың ішінде неше түрлі әдістер сіздермен балаларды қызықтыра білді. Жалпы өз мақсатына жетті деп айта аламын. Маған да бүгінгі Каусардың сабағы өте ұнады. Бұл 10-шы сынып деген кішкентай сынып емес, енді әдіс тәсілді табу менің ойымша өте күрделі жұмыс деп ойлаймын. Бірақ 10-шы сыныпта өзіне бағындыра алуы, жалпы сөзін өткізе алуы мен үшін өте ұнады. Жалпы бағындыра алды сыныпта. Ұсыныс ретінде сол мәдина қалай қосам, жалпы негізі жақсы сынып, ең жақсы сынып. Жақсы, бір минут, 2 минут. Каусар өзі ізденімпаз, сол ізденімпаздығы ашық сабағында анық байқалды. Өз-өзіне жинақы, өз-өзіне сенімді, балалармен қарым-қатынасы бәрі жақсы.